Аса мейірімді, ерекше рақымды Алланың атымен бастаймын. Адамзаттың асылы Мұхаммедке, оның отбасы мен барша сахабаларына салауат пен сәлемдер болғай. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қажылық пен умраның айырмашылығы. Үлкен қажылық исламдағы 5 парыздың бірі. Қажылық ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған, қаражаты жеткілікті, қажылық амалдарын атқаруға денсаулығы жарайтын азат мұсылманға өмірінде бір рет орындау парыз. Қаражаты жеткіліксіз адам қажылыққа бармаған үшін күнәһар болмайды. Қажылық парыз. Оның жолына шамасы келген кісіге Алла үшін Қағбаны зиярат ету, қажылық жасау керек. Ал кім қарсы келсе, Алла барлық әлемнен бай. Әл-Имран сүресінің 97 аятында. Бірде ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын: «Уа жамағат, Алла тағала сендерге қажылық жасауды парыз етті. Қажылық жасаңдар» деді. Сонда сахабалардың бірі: «Бізге жыл сайын қажылық жасау парыз ба?» дегенде Алла елшісі: «Егер я дегенде сендерге жыл сайын қажылық жасау парыз болар еді, бірақ оған шамаларың жетпес еді» деді. Яғни қажылықты жыл сайын емес, бір рет жасауға жеткілікті екенін ұқтырды. Алайда біреулер көп жасағысы келсе, шектеу жоқ. Қажылық сөздікте қасиетті орындарды зиярат ету деген мағынаны береді. Ал діни терминологияда Арафат тауына ғибадат ниетімен бір уақыт тұру, одан соң шарттарына сай тауап ету арқылы Қағбаға зиярат жасау дегенді білдіреді. Ал умра сүннет, яғни сүйікті пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, жасаған амалы. Біз сүннет орындау арқылы ардақты пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, жақсы көретінімізді, оған ұқсағымыз келетінін дәлелдейміз. Себебі сахих хадисте умра аралығындағы күнәларды шаятынын айтылған. Ал қабыл болған қажылықтың сыйы тек қана жәннат. Умра араб тілінде зиярат ету деген мағынаны береді. Қажылық пен умра құлшылықтың бірдей түрі деуге келмейді. Соған қарамастан ол екеуі бір жерде жасалады. Бірақ негізінде екі құлшылық бір-біріне ұқсамайды. Умраны көбінесе кіші қажылық деп атайды. Бұл жердегі мақсат парыз болған қажылықтың маңызы мен мәнін көрсету. Қажылықта, кіші қажылықта Меккеге сапармен басталып, ихрам кию, Қағбаны тауап ету, Сафа мен Маруа жоталарының арасында жүгіру және шаш алу секілді бір қатар діни ғұрыптармен ұштасады. Алайда бұл екі құлшылықтың ұқсастықтары осы амалдармен аяқталады. Қосымша рәсімдерге тоқталсақ, жоғарыда аталған рәсімдерді кіші қажылықпен қатар үлкен қажылық уақытында да жасайды. Дегенмен тек үлкен қажылық кезінде ғана жасалатын рәсімдер де бар. Мәселен, Мина жазығында бірнеше күн қалу, Муздалифада түнеу, Арафа тауында тұру, ал кіші қажылықта орындауы тиіс рәсімдер бірнеше сағат ішінде аяқталады. Сондықтан умраны кіші қажылық деп атаған, ал қажылықтың рәсімдерін толық атқаруға кем дегенде 4 күн 3 түн өтеді. Қажылық пен кіші қажылықтың тағы бір айырмашылығы уақыт. Баршаға белгілі, үлкен қажылық тек Зулхиджа айында жасалатын болса, кіші қажылық жылдың кез келген мезгілінде жасауға болады. Қажылық пен умраның ислам дініндегі орны да әртүрлі. Қажылық 5 парыздың бірі. Абдулла ибн Омар, Алла елшісі, пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, ислам 5 парызға негізделген, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі екендігіне куәлік сөзін айту, намаз оқу, зекет беру, қажылыққа бару мен Рамазан айында ораза ұстау деп айтқан жеткізген. Ендеше мұсылман ғалымдарының көзқарасы бойынша мүмкіндігі бар әрбір мұсылманға өмірінде бір мәрте қажылық жасау міндеттелген. Ал умраға келер болсақ, оны орындау парыз болып табылмайды. Дегенмен сүннет амалының қатарына жатады. Қажылықтың тәмәтту деп аталатын түрі бар. Қажылықтың бұл түрінде ең әуелі умра жасалады да, артынан парыз болған үлкен қажылық құлшылығын орындайды. Осылайша екі түрлі құлшылықты қатар орындау арқылы сауап жинау мүмкіндігі туады. Құрметті тыңдармандар,
осы бейнені көріп отырған барша мұмин мұсылмандарға қасиетті Қағбаны көзбен көруге, қасиетті сапарға шығуды Алла нәсіп етсін. Алла баршамыздың алға қойған ізгі амалдарымызға жетуімізді Алла нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.